Неге мен кардиологиялық орталықтамын. Мына қызға заңды түсіндірдім. Барлығына тек қана қазақша басыңыз. Бірінші бізде қазақ тілі, мемлекеттік тіл, сосын тұтынушылар заңы бойынша да қазақ тілі десем, барлықтарына қазақтарға да, орыстарға да барлықтарына тек қана Ресей Федерациясының тілінде басып отыр. Неге қараңыздар. Барлық талондар, барлықтарына, мінеки барлықтарына орысша басып отыр, қараңыздар. Барлықтарына. Заңды қадағаламай отыр. Өйткені Ирина Николаевна деген Баранова бастығы, бас медбике, аға медбике ма, ол қазақ тілінде түсінбеймін деп дискриминация көрсеткен, жаңа видеоға түсіріп алдым. Соның бұйрығы, мен солай ойлап тұрмын. Тек қана орысша басуға, барлықтарына тек қана орысша басылып тұр. Мінеки, мына қыз кардиологиялық орталық, Кереку қаласы бізде, Сейіт Казинов бізде денсаулық сақтау басқарма бастығы ба, әкім Скаков. Мінеки осылай қазақ тілін жолатпайды бізде ешқайда. Мінеки мына кісі 30 жылда. Қазақша айтыңыз. Қазақша айтыңыз. Қазақша айтыңыз. Вы на каком основании меня снимаете? Уберите, пожалуйста. Сіз қолыңызды алыңыз. Просто уберите. Нетпей қойыңыз. Жүріңіз. Мінеки қараңыз, қазақ тілінде, мінеки кардиологияда, мына медбике аты жөні кім болады мынаның? Ирина Николаевна. Ирина Николаевна, фамилиясы кім? Сізде құқыңыз жоқ қой. Құқым бар. Мен қазір айтам. Қазақша сұрасын, мен айтам. Қазақша сұраңыз. Астында қыздар бар ғой. Қазақша сұраңыз. На каком основании? Вы Қазақша на каком основании? Қазақша айтыңыз, мен сізге Астына жүріңіз, астына сөйлесіңіз. Вы не обязаны, вы обязаны. Теперь последний раз в вашем языке скажу. Айналайын. Согласно закону о правах потребителей 2010 года, 24 статья, 12. А к администратору девушки подойдите, а сіздер немене орыс тілінде қызмет көрсетіп жатсыздар? Неге орыс тілінде қызмет? Неге қазақ тілінде қызмет емес? Жоқ, соны қазақша айту керек қой, дұрыс па? Подойди, пожалуйста. Неге орыс? Мінеки, мына кардиологиялық орталық. Тек қана Ресей Федерациясының тілінде мұнда жазылып тұр. Қазақша, русский, мынау екі тілдекен мен айттым. Алып тастаңыз дедім. Администратор деп таныстырды сол қызды. Айтады, мен алып тастамаймын. Мен оған айттым, онда видеоға түсіремін. Солай, мінеки ескерту жасадым, видеоға түсіріп.